Астанадан мени тосуп алды деген. Диана, чоң рахмат. Күшті. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен де өте қуаныштымын. Алматыдан эмес Астанадан жолугуп калдык. Астанамыздың төрінде, осындай керемет қаламызда. Айзада деп жатыр. Астана бүгін жаңбырлы, бірақ көңіл күйді көтеретін бір жан. Ол біздің қонағымыз, сонау Бішкектен, Қырғыз елінен келген Айзада Жангирчиева. Міне араға қанша ай салып қайтадан көрісіп отырмыз. Енді біздің еліміздің төрінде, Астанамыздың төрінде. Қош келдіңіз, Айзада. Рахмат. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де кубанычтамын бүгүн көрсө Казмедияда жүргөндө Диананын чоң бир жаңылыгы болуп аткан экен. Аны өзү айтса керек. Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Чакырууга чоң рахмат. Көп рахмет. Айзаданың туған күні болды, тұрмысқа шықты, барлығы құтты болсын. Көп нәрсе бар, я құтты болсын. Және естіп жатырмын, екі ел арасында телемост бір бағдарлама болайын деп жатыр екен, қос қанат деген. Қос қанат деген телепрограмма азыр телемост жүрүп атып, анан ошол программанын негизинде биз ошо казак элинен Маданият министрлигинен ыраазычылык кат алдык ушул программа үчүн. Құтты болсын. Рахмат. Күтеміз. Буюрса қай каналдан екен барлығымыз бірге тамашалаймыз. Рахмет. Бүгін ұсынысты қабыл алып бізге қазір таңғас. Рахмат. Айзада қазір орамалын тастамайтын келін болған екен. Иә, сәлем саласыздар ма Қырғызстанда? Ооба, салам салабыз. Күшті, қараңызшы орамалын әдемі. Жұмыста тақпайды, бірақ жұмыстан тыс уақытта всегда орамалмен. Жұмышта эфирде гана салынбайт. Мына жерде артында бір кісінің суреті бар. Салып жүрмін дейді. Бұйырса, енді аман есен қауышыңыздар махаббатыңызбен. Рахмат, рахматчым. Аябай кубанычтамын. Бүгүн Астанада Диана менен жолукканыма бардык команданы таштап койдум. Мен Диана менен жолугам деп мына ушул жерде отурам. Қазір мешітке барасыз, Ооба, бұйырса. мешітке барабыз буюрса. Сәлем, салам, әйел, аял, махаббат, мен сені сүйемін, Мен сени сүйөм. Астана, бор-бор, бақыт, уақыт, тележүргізуші, Телеалпаруучу. қош келдіңіз, Қазақстан, Қырғызстан. Бүгін осы үшін деп ойлап тұрмын.